Good day everyone. Бүгінгі сабақ бізде ағылшын тілін бастап сөйлем құрағысы келіп жүрген жандарға арналады. Яғни present simple, present continuous шақтарын ажырата отырып, simple түрінде, қарапайым түрде құрап үйренетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Видеоны соңына дейін қараңыз. Present simple шағы. Present simple жай ғана осы шақ. Осы шақта біз күнделікті әдетке айналған іс-әрекеттерімізді айтамыз, Мысалға, мен күнде азанда сағат 7-де тұрамын деген секілді, төсегімді жинаймын, тісімді жуамын, жуынамын деген секілді осындай іс-әрекеттердің барлығын біз present simple шағында жасайтын боламыз. Сондай-ақ present simple шағында факт айналған факт жағдайларды present simple жағында жасаймыз. Мысалға, күн шығыстан шығып, батысқа батады, су 100 градуста ыстықта қайнайды деген секілді факт жағдайларды present simple шағында қолданатын боламыз. Present continuous жағын ағылшын тілінде олар нақ осы шақ деп аударамыз. Нақ осы шақ дегеніміз дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін дәл қазір не істеп жатырмын? Мен дәл қазір видео түсіріп жатырмын деген секілді. Ал сіз кітап оқып жатырсыз дәл қазір, немесе теледидар көріп отырсыз. Дәл қазіргі жасалып жатқан іс-әрекеттерді сипаттау үшін біз present continuous шағында қолданамыз. Ал ендеше кеттік, present simple шағында сөйлемдерді құрап үйренейік. Ағылшын тілінде бірінші subject бастауыш келеді, екінші орында verb келеді міндетті түрде. Ояну деген естікті алатын болсақ, мысалға wake up, ұйқымнан оянамын. Мен сағат 7-де ұйқымнан оянамын деп айтатын болсақ, I wake up at 7 o'clock. Мен тұрамын таңғы 7-де. You wake up at 7 o'clock. Сен сағат 7-де оянасың. He wakes up at 7 o'clock. She wakes up at 7 o'clock. It wakes up at 7 o'clock. Мән беріп қарасаңыздар, бізге wake-тан кейін s жалған тұр. Бұл s бізде he, she, it. Үшінші жақта all деген үшінші жақта present simple шағында біз етістікке verb-ке s жалғайтын боламыз міндетті түрде. He ұл балдарға all деп айтамыз. She қыз балдарға all деп айтамыз. It жансыз немесе жануарларға it-ті қолданатын боламыз. Жүктіктің көпше түрі. We wake up at 7 o'clock. Біз сағат 7-де оянамыз. You wake up at 7 o'clock. You деген сондай-ақ көпше түрде сендер сағат 7-де оянасыңдар деп көпше түрінде де қолдана береміз. They wake up at 7 o'clock. Олар сағат 7-де оянады. Біздің болымды сөйлем affirmative form of present simple is like this. Осылай болады, мысалдар, simple түрі. Келесі present continuous шағының структурасы қалай жасалады деген соған қараймыз. Негізгі структура бізде S plus to be етістігі plus verb ing болып жүреді. Бұл болымды сөйлемнің жасалу жолы. S бұл жерде бастауыш айтып өттім. To be етістігі біздегі am is a. Бұл am is a дегеніміз біз осы шақта ғана қолданамыз. Дәл қазіргі жасап жатқан дүниеңізді айту үшін біз am is a-ны көмекші етістік ретінде аламыз. To be етістігінен кейін негізгі етістік verb келеді. Бұл verb-ке міндетті түрде біз ing жалғамыз. Present continuous. Continuous дегенді естіген болсаңыз, ол verb-ке ing жалған келеді. Енді мысал ретінде етістік алайық. Етістікке watch етістігін алайық. Watch көру. Бір теледидар көру деген секілді, алатын болсақ, мен теледидар көріп жатырмын. I am watching TV. Мен теледидар көріп жатырмын. Яғни бұл жерде I мен am-ді, to be етістігі am-ді тек қана I мен қана қолданамыз. I am watching TV. Мен теледидар көріп жатырмын. You are watching TV. Сен теледидар көріп жатырсың. He, she, it is watching TV. Ол теледидар көріп жатыр. We are watching TV. Біз теледидар көріп жатырмыз. You are watching TV. Сендер теледидар көріп жатырсыңдар. They are watching TV. Олар теледидар көріп жатыр. Яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекеттерді сипаттап тұр. Бүгінге осы екі шақтың болымды түрлерін қарастырдық. Сұраулы, негативті сөйлемдердің қалай жасалу керек жолдарын көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Осы сабақты қорытынды ретінде мен сізге бір етістік берейін. Соны дәл мен секілді жүктеп астына комментарийге жаза кетіңіз. Сондай-ақ өзіңіздің есіңізде де қалады. Ол етістік бізде listen, тыңдау.